Сәлеметсіздер ма, құрметті студенттер? Бүгін радиациялық қауіпсіздік негіздері пәнінен екінші дәріс тақырыбы иондаушы сәулелер туралы жалпы түсінік. Бірінші қарастырылатын сұрағымыз иондаушы сәулеленудің түрлері. Жалпы иондаушы сәулелену деп ортамен байланысы әртүрлі белгідегі электр зарядтарын түзуге әкелетін әрекеттесуді атайды. Иондаушы сәулелену, яғни ол радиоактивті заттарға ие сәуле шығару. Иондаушы сәулеленудің әсерінен адамда сәуле ауруы пайда болады. Радиациялық қауіпсіздіктің негізгі мақсаты ол тұрғындардың, қызметкерлердің денсаулығын, медицина, ғылым мен шаруашылықтың әртүрлі саласында сәулеленуді қолданғанда пайдалы қызметтің негізделмеген шектеулерсіз радиациялық қауіпсіздік нормалары мен басты ұстанымдарын сақтау жолымен қорғау болып табылады. Осы сәулеленудің көздері техникада, химияда, медицинада, ауыл шаруашылығында және басқа салаларда, мысалы, топырақ тығыздығын өлшеуде, газ құбырларында анықталған тамуларда, табақтардың, құбырлардың, өзектердің қалыңдығын өлшеуде, антистатикалық маталарды өңдеуде, пластмассаларды полимерлеуде, қатерлі ісіктердің радиациялық терапиясында тағы басқаларда қолданылады. Бірақ иондаушы сәулелену көздері оны қолданған адамдардың өмірі мен денсаулығына айтарлықтай қауіп туғызатынын есте сақтау қажет. Жалпы иондаушы сәулеленудің екі түрі бар. Біріншісі ол корпускулярлық, яғни бөлшектердің тыныштық массасынан тұрады. Яғни альфа және бета сәуле шығару және нейтронды сәуле. Екінші түрі ол электромагнитті. Бұған гамма және рентген сәулесі жатады. Яғни өте аз ұзындық толқыны болады бұл сәулеленудің. Бұл түрінің альфа сәуле жоғары жылдамдыққа ие және гелий ядроларының ағымын білдіреді. Бұл ядролар массасы 4 және заряды +2 болып келеді бұл ядролардың. Олар радиоактивті ядролардың ыдырауынан немесе ядролық реакцияларда түзіледі. Қазіргі уақытта альфа бөлшекті қосып 2 протон және 2 нейтрон жоғалтатын 120-дан астам жасанды және табиғи альфа радиоактивті ядролары белгілі. Альфа бөлшектердің энергиясы МЭФ, яғни мега электрон вольт, содан аспайды. Сәулеленетін альфа бөлшектер шамамен 20.000 км сағатына жылдамдықпен тура бағытпен қозғалады. Ауадағы немесе басқа ортадағы бөлшектерінің жүрісінің ұзындығы деп затпен жұтылмай тұрғандағы бөлшекті табуға болатын сәуле көзінен ең көп қашықтықтағы атау қабылданған. Бөлшектің жүрісінің ұзындығы қозғалыс жүріп жатқан ортамен, бастапқы энергиямен, салмақпен, зарядпен байланысты. Бөлшектің бастапқы энергиясының артуымен және ортаның тығыздығының азаюымен жүрістің ұзындығы көбейеді. Егер сәулеленетін бөлшектердің бастапқы энергиясы бірдей болса, онда жеңіл бөлшектерге қарағанда ауыр бөлшектер аз жылдамдыққа ие болады. Егер бөлшектер жай қозғалса, онда олардың орта заттары атомдарымен әрекеттесу аса қарқындырақ және бөлшектер қордағы
бар энергиясын тез жояды. Альфа бөлшектердің ауадағы жүрісінің ұзындығы әдетте 10 сантиметрден аз болады. Заттармен әрекеттесу кезінде салмағы көп болғандықтан альфа бөлшектер өз энергиясын тез жоғалтады. Бұл олардың төмен өтімділік қабілетін және жоғары меншікті ионизациясын түсіндіреді. Яғни ауа ортасында қозғалыс кезінде альфа бөлшек 1 сантиметрде өз жолын бірнеше ондаған мың жұп зарядталған бөлшектер иондардан құрады. Енді бетта сәулелену радиоактивті ыдырау кезінде пайда болатын электрондар мен позитрондардың ағымынан тұрады. Қазіргі уақытта шамамен 500-900 бетта радиоактивті изотоптар белгілі. Бетта бөлшектердің массасы бірнеше ондаған мың есе альфа бөлшектердің массасынан аз болады. Бетта бөлшектердің шығу көзіне байланысты осы бөлшектердің жылдамдығы шамамен 0,3-тен 0,199 жарық жылдамдығында жатуы мүмкін. Бетта бөлшектердің энергиясы МЭФ-тан аспайды, мегаэлектрон вольттен. Яғни ауадағы жүрісінің ұзындығы шамамен 1800 сантиметр, адам денесінің жұмсақ ұлпаларында 2,5 сантиметрді құрайды. Бетта бөлшектердің өтімділік қасиеті альфа бөлшектерге қарағанда жоғары, яғни салмағы аз болуына байланысты және зарядына байланысты. Енді нейтронды сәуле электр зарядтары болмайтын ядролық бөлшектер ағымынан тұрады. Нейтронның массасы шамамен альфа бөлшектердің массасынан 4 есе аз. Энергиясына байланысты баяу нейтрондар энергиясы 1 кефтен аз, яғни килоэлектрон вольт. Аралық және энергия нейтрондары 1-ден 500 кефқа дейін. Және тез нейтрондар 500 кефтан 20 мефқа дейін, яғни 500 килоэлектрон вольттан 20 мегаэлектрон вольтқа дейінгі аралықта осылай ажыратылады. Нейтрондардың орта ағымдарының ядроларымен серпімсіз әрекеттесу кезінде гамма кванттармен зарядталған бөлшектерден құралатын екінші сәулелену пайда болады, яғни гамма сәулелену. Нейтрондардың ядролармен серпімсіз әрекеттесу кезінде заттың кәдімгі иондануы байқалады. Нейтрондардың өтімділік қасиеті энергиясына байланысты. Бірақ ол альфа немесе бетта бөлшектерге қарағанда айтарлықтай жоғары. Нейтронды сәулелену жоғары өтімділік қасиетке ие және корпускулярлы сәулеленудің барлық түрлерінен адам үшін ең көп қауіп тудырады. Нейтрондық ағынның қуаты нейтрондар ағынының тығыздығымен өлшенеді. Енді гамма сәулеленуге тоқтайтын болсақ, гамма сәулелену жоғарғы энергиялы және толқынның ұзындығы аз электромагнитті сәулеленуден тұрады. Ол ядролық айналымдар немесе бөлшектердің әрекеттесу кезінде жіберіледі. Жоғарғы энергиясы, яғни 0,100-ден 1 және 3 меф аралығында және толқынның аз ұзындығы гамма сәулелердің көп өтімділік қасиетін негіздейді. Гамма сәулелер электрлі және магнитті ендіктерде қабылданбайды. Бұл сәулелену альфа және бетта сәулеленуге қарағанда аз иондаушы қасиетке ие. Рентген сәулесі. Рентген сәулесі арнайы рентген тұрбаларында, электрондарды тездеткіштерде, бетта сәулеленудің көзі қоршаған ортадан тағы басқадан алынуы мүмкін. Рентген сәулесі электромагнит сәуленің бір түрі болып табылады.
оның энергиясы 1 МЭФ-тан аспайды, мегаэлектрон вольттан аспайды. Рентген сәулесі гамма сәулелер сияқты аз иондаушы қабілетпен көп терең, яғни тереңге дейін өтімділікке ие. Енді екінші сұрағымызды жалғастырсақ, екінші сұрақ иондаушы сәулеленудің адам ағзасына әсері. Қарастырылған сәулеленулердің адам ағзасына биологиялық әсері түрліше. Ағзаның сыртқы және ішкі сәулеленуін ажыратады. Сыртқы сәулеленуде ағзаға сыртқы оған қатысты көздерден келетін әсерді түсінеді. Яғни ішкі сәулелену ағзаға тыныс алу мүшелері, асқазан ішек жолы немесе тері жабындылары арқылы ішке түсетін радиоактивті заттар арқылы жүзеге асады. Сыртқы сәулелену көздері атмосферада, суда, топырақта, тамақ өнімдерінде, тағы басқаларда болатын, медицинада, техникада қолданылатын альфа, бета, гамма, рентген және нейтрон сәулелерінің көздері, яғни табиғи радиоактивті көздер, космостық сәулелер, зарядталған бөлшектердің үдеткіштері, яғни ядролық реакторлар, соның ішінде ядролық реакторлардағы апаттар және басқаларының қатары жатады. Радиоактивті заттар тамақ қабылдау, шылым шегу, ластанған суды ішу кезінде ағзаға түсіп, ішкі сәулеленуді тудырады. Радиоактивті заттардың тері арқылы адам ағзасына түсуі сирек жағдайларда, егер тері зақымданса немесе ашық жаралар болса ғана жүреді. Ішкі сәулелену радиоактивті зат ыдырамай немесе физиологиялық алмасу процестері нәтижесінде ағзадан шығарылмай созыла береді. Ішкі сәулелену қатерлі ісіктермен ұзақ уақыт жазылмайтын жаралар тудыруымен қауіпті. Радиоактивті заттармен жұмыс кезінде операторлардың қолдары, мысалы, айтарлықтай сәулеленуге ұшырайды. Иондаушы сәулеленудің әсерінен қол терісін өткір немесе созылмалы зақымдау, яғни сәулелік күйік дамиды. Созылмалы сәулелену терінің құрғақтығымен, онда жарықтар пайда болуымен, ақаумен және басқа белгілермен сипатталады. Ал өткір зақымдануда қол саусақтарының ісігі, ұлпалардың өлуі, жаралар пайда болады. Олардың орнында қатерлі ісіктердің дамуы мүмкін. Иондаушы сәулелену әсерінен адамда сәуле ауруы пайда болады. Оның 3 түрлі деңгейін ажыратады. Біріншісі ол жеңіл деңгей, екіншісі орташа және үшіншісі ауыр деңгей. Сәуле ауруының бірінші деңгейінің белгілері болып, әлсіздік, бас ауруы, ұйқы мен тәбеттің бұзылуы табылады. Олар екінші деңгейде күшейеді, бірақ оған қосымша қан тамыр жүйесінің бұзылуы, зат алмасу мен қан құрамы бұзылады, ас қорыту мүшелерінің бұзылуы жүреді. Аурудың үшінші деңгейінде шаш түсуі байқалады. Орталық жүйке жүйесі мен жыныс бездерінің қызметі бұзылады. Сәуле ауруымен ауырған адамдарда қауіпті ісіктер мен қан жасаушы мүшелерінің ауруларының даму мүмкіндігі артады. Яғни сәуле ауру өткір, оның ауыр түрінде аз уақыт аралығында иондаушы сәулеленудің көп мөлшермен сәулелену нәтижесінде дамиды. Адам ағзасына радиацияның аз мөлшерде қауіпті. Себебі адам ағзасының тұқым қуалаушылық ақпаратының бұзылуы жүріп, мутациялар пайда болады. Енді радиацияның
өлшем бірліктері болады, радиацияны өлшейді, жалпы дозасын. Зиверт ол радиацияның негізгі өлшем бірлігі. Сәуле ауруының жеңіл түрінің даму деңгейін шамамен 1 зиверт сәулеленудің эквивалентті мөлшерінде пайда болады. Ал сәуле ауруының ауыр түрі сәулеленудің 4,5 зиверт эквивалентті мөлшерінде, яғни сәулеленушілердің тең жартысы өлгенде болады. Сәуле ауруының 100% өлімі ол сәулеленудің 5,5-7 зиверт аралығындағы эквивалентті мөлшеріне сәйкес келеді. Қазіргі уақытта иондаушы сәулеленудің әсер етуінің адам ағзасына жағымсыз әсерін айтарлықтай төмендететін химиялық препараттар, яғни протекторлар қатары жасап шығарылды. Осымен екінші дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.